Атықты Голливудтық актриса Анджелина Джолидің 7 баланы тәрбиелеп отырғанына бүкіл әлем куә. 7 баланың ішіндегі бір қыз бен егіздерді жұлдыздың өзі босанған. Жұмыстарының көптігіне қарамастан, әлемнің сүйікті жұлдызы балаларын өздерімен бірге ертіп жүргенді ұнатады екен. 4 баланың анасы атанып отырған Мадоннаның тұңғыш 2 баласын өзі босанған. Кенже 2 балаларын асырап алған. Балалардың тәрбиесі ол үшін бірінші орында екен. Балаларын қатал тәрбиелейтін Голливудтық жұлдыз тіпті оларға теледидар көруге тыйым салған көрінеді. Көп балалы ана атанып үлкен отбасы болуды армандаған Голливудтық актриса Шарлиз Терон. Оның шаңырақ құрудан жолы болмағанымен екінші арманын орындап бала асырап алды. Және балалардың тәрбиесіне келгенде бала күтушісіне жүгінбейді екен. 2 баланы асырап тәрбиелеп бауырына басқан әлемдік тағы бір жұлдыз Сандра Баллок. Ол әлемдегі ең шулы балалар өз балалары деп есептейді екен. Алғашқы баласын Сандра 3 айлық кезінде асырап алған. Мейірімді әке қандай болу керек екеніне үлгі бола алатын Хью Джекман. Голливудтық актер 2000 жылы жаңа туылған тастанды балаға қорған болып асырап алады. Онымен тоқтамай, араға 5 жыл салып, тағы бір қызды бауырына басады.